Бисмилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар, енді осындай қасиетті түндерді пайдаланып, енді лайфхак дейді ғой, бірнеше нәрселермен мен бөліскім келіп жатыр. Сол маңызды үлкен нүктелердің біреуі осы жалпы дұға жайында айтқым келеді. Соның маңыздылығы адам өміріндегі берері туралы айтқым келеді. Құрметті жақсылар, сол үшін бірінші нәрсе жалпы мұсылман адамның өміріндегі дұға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дуа мухул ибада деген, құлшылық ғибадаттың ең төресі бұл дұға. Сондықтан біліп алыңыздар, мұсылманның ғибадатының ең төресі дұға. Сондықтан оқу, намаз оқу, ораза тұту бұл ғибадат па? Садақа беру бұл ғибадат па? Ендеше дұға жасауда дәл сондай ғибадат. Түсінікті ғой? Мысалы, салауат айту бар 1000 рет, 10 000 рет, арнайы бір зікірлер айту бар пәлен реттен. Дұрыс па? Қазір 1 минут, мен мынаны неге қойып алайын? Штативке. Жоқ, қажет жоқ. Жалпы осы дұға жайында бір мысал мағына айтқым келеді. Ғалымдардың осы дұға жайында жазылғандары өте көп. Біріншіден, дұғаның әдебі бар. Әдеп өзінің орнымен жасаған жақсы, сауатты жасалынған жақсы. Сол үшін бірінші Алланы мақтайды. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтады. Содан кейін дұға жасайды, сосын салауатпен бітіреді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі бар, екі салауаттың арасындағы дұға қабыл деген. Сосын дұға қабыл болатын уақыттар мен орындар бар. Байқайсыз ба? Дұға қабыл болатын орындар ол жаңағыдай қасиетті орындар. Мешіттер, сондай бір сауап жасалынғаннан кейінгі орындар. Сол үшін бізде қазақта Құран оқиды, Құран оқығаннан кейін дұға қылатын содан. Садақа беру, бір жақсы амалдар жасаудың артынан дұға жасаған жақсы, дұға қабыл болатын уақыт. Содан кейінгі нәрсе, мысалы, азан менен иқаматтың арасы. Мысалы, мешітке намазға келдіңіз, намазда азан айтылды, сіз азан естіңіз, азанға жауап айттыңыз, дұға қылдыңыз да, енді сүннет оқыдыңыз, басқа немесе сүннет оқитын уақыт, мысалы, сүннет оқымадыңыз дейік, мысалы, осыны уақытта әлі қамат айтылған жоқ, сіз осы екі аралықта не істейсіз? Бәрекелді, тикток шықмаймыз, жаңағыдегі дұға жасаймыз. Осы өйткені ол момент. Тура дұға қабыл болатын уақыт. Ішіңіздегі тілегіңіздің бәрін тілеп қалыңыз. Дұға қабыл болатын лайфхактар, орындар бар. Солардың біреу мешіттен кіріп шығып атқандағы дұғалар. Өйткені пайғамбарымыздың осы дұғаларын айтқанда бір кісі айтады. Мешіттен шыққандағы дұға қандай? Қандай еді мешіттен шыққандағы дұға? Андай сияқты ғой, сондай ғой, ана біреу сияқты баяғыда айтты дейді, анау қазақтарда жаңағыдегі, мен қазақша үйрендім деген ғой, жаңағыдегі бір жігіт сөйтсе айтты, алға қарай жүр деген не дейді депті да, енді сөйтсе алға деп айтады дейді, жақсы деп. Енді кері қарай жүр деген не дейді десе, қазақтарда ондай сөз жоға деймін депті. Не істейді десе, сен мына жағынан бұрыласың да алға деп айтасың деп айтады дейді да, жаңағыдай. Сол сияқты деп тұрсыз ғой, мешіттен шығатын өз дұға бар. Аллахума инни ас'алука мин фадлиге. Аллахым, сенің кеңшілігіңнен сұраймын деген. Яғни маған кеңшілігін бер. Мақсат ол жерде мал дүниені айтып жатыр. Мал дүние, тіршілік, қыбыр-жыбыр, сіздің біздің іздегеніміз ғой. Жаңағы үйленем деген қыз іздеп жүрген бойдақтар бар, ақша іздеп жүрген бойдақтар бар, жаңағыдегі жұмыс іздеп жүргендер бар, перзент іздеп жүргендер бар, көп сұрайтыныңыз. Ендеше сол мешітке келіп құлшылық ғибадатты орындап, мешіттен шығып атқанда сол дұғаны айтып, Аллахым, мейіріміңді, осы артықшылығыңды маған бер дегенде соны сезінсеңіз, соны айтсаңыз, Аллахым сізге береді соны. Бұл өте сыналған дүние. Енді тағы бір нәрсе, осы дұғаның барысында тағы бір маңызды нүкте бар. Білесіз ба?
біз біреуді дұғасы қабыл болғыш біреуге дұға жасату бар, дұрыс па? Андай дұға жасаңыз, қабыл болсын деп айтыңыз деп, дұға жасату ол жақсы нәрсе, өйткені сондай болған. Бірақ байқайсыз ба, сол әдістің тағы біреуі бар, сахабаларда екен. Яғни мен дұға жасаймын, сен әмин дейсің дейді екен. Яғни сен маған дұға жаса, мен әмин деймін емес, мен дұға жасаймын, сен әмин дейсің. Сол үшін мен осы нүктені айтқым келеді. Ғалымдарымызда тіпті осындай сөз де бар екен. Сен біреуден дұға сұрағаның жақсы, өте жақсы. Бірақ дұға дегеніміз не? Ол ғибадат. Ол ғибадатты сен неге істемейсің? Өзің. Сонда өзің ғибадат істемей, біреу ғибадат істеу керек па? Біреудің ғибадат істегеннен жасалынған дұға саған иншалла қабыл, бірақ сауабының көпшілігі кімде болады? Дұға жасаған адамда болмай ма? Өйткені ол ғибадат жасап жатыр ғой. А сен ше? Сен әшейін жанында аумин деп тұрсың. Былай айтқанда бар ғой, баяғыда Қожа Насыр бір жерге бар балта шауыпты. Сүйсе жанындағы адам бар, ақшасын алып жатса, маған да ақшаны бөліп бер деп айтады. Неге сен оп деп ұрған сайын мен шаршап тұрдым деп айтады дейді. Дәл сол сияқты болдыңыз ғой, сен дұға жасадың, мен аумин деп тұрдым дегендей. Сол үшін айтатын құрметті жақсылар, өзіңнің дұғаңды өзің жасап үйрен. Бұл ғибадат. Тағы да айтам, дұға ғибадат, ол құлшылық. Сеніменен Алланың арасындағы құлшылық, сен ол дұғадағы, ойлаңыз, қызығы Алла тағала сондай қызық қылып қойғандығы, сіз өзіңіздің пайдаңыз сұрап жатсаңыз да сауап беріп жатыр да сізге. Қызық. Аллахым, менің мына жерім ауырып қалды, соған шипа берші десеңіз де, сізге сауап болып жатыр. Бір нәрсе сұрап жатсыз, сауап. Сол үшін дұғалар дәрежеге бөлінеді екен ғой. Біреу бар екен да, ол ғибадаттығын онша сезінбейтін адамдарды ғой көпшілігі. Мұқтаж болғанда ғана дұға қылады. Мұқтаж болмаған уақытта дұғасы қандай болады? Лағып отырады да. Сен айт. Осы ғой дұғасы. Мешіттерде кейбір адамдарға айтасыз ғой, дұға жасасы десе, түрін көресіңіз, бірден да, 4 құбыласы тең ау деймін деп та. Немесе ол бітіріп қойған дұғасын. Болды да, айтатын айтып қойған, ар жағы жоқ та. Алламен байланысы жоқ қой. Сол үшін айтатыным, адамның иманы төмен кездегі, құлшылық ғибадаттың дәмін білмеген кездегі жасалынған дұғалар тек мұқтаждықпен жасалынады. Ол да жақсы. Бірақ одан жоғары бар да. Бірнеше дәрежелердің ішінде біреуі, соның біреуі, ғибадат үшін дұға жасалынады екен ғой. Ойлаңызшы, сіз дұғаны ғибадат үшін жасап көрдіңіз ба? Мысалы, намаз оқыдыңыз. Не үшін намаз оқыдыңыз? Ғибадат үшін. Көбінесе де, мысалы, енді құптан уақыты кірді, азан айтты, тәкбір айтты, мысалы, не үшін тұрып жатсың? Ол парыз ғой деді, тұрайын деп сапқа тұрып жатсыз, дұрыс па? Дәл осындай сезімменен дұға жасап көрдіңіз ба? Яғни, дұғаны ғибадат үшін де жасаңыз. Түсінесіз ба? Сіз өзіңіздің уақытыңызды, өзіңіздің барлық жан дүниеңізді Аллаға жалбарынуға арнаған сайын Аллахтың сіз сұрамаған нәрсенің бәрін береді. Кейде бір адамдарды сұрақ шыққан шығар, не айта берем енді деп. Байқадыңыз ба? Яғни біз Алладан сұрай да алмайды екенбіз ғой. Өкінішті. Қызық жері. Яғни Алламенен байланысыңыз төмен. Осы қадір түніндегі, міне қазір біреулер уже тамақ жеп бастап жатыр, кейбір жерлерде сәресі басталды. Сол үшін енді уақытымды сәл тежеп не қылайын? Сәресі уақыты да жақындап қалды. Көп дұға қылыңыздар. Дұғаның уақыты. Ауызашар уақытында да дұға бар. Біз ауызашар уақытында байқайсыздар ма, байқамайсыздар ма білмеймін. Көп адамдар негізі тура ауызашардың уақытында дұға қылады. Бірақ негізі оның дұрысы, ертерек бастаған жақсы. 10 минут емес, жарты сағат. Біраз уақыт бұрын бастасаңызшы. Қолыңыз жайып сұрайтыныңыз аз ба?
егер ұмытып қалсаңыз ше, арнайы дәптер ашып қойсаңызшы, жазып қойсаңызшы сұрайтын нәрселеріңіз, спискі. Сөйтіңізді ауызашар уақытында қойып сол спискіні. Ал бастаңыз ал. Жарты сағат, 1 сағат бұрын, Аллахым, ананы бер, мынаны бер, мынаны бер, мынаны бер, мынаны бер. Сосын айтып қойыңыз, мен осыны 3 рет айтып шығайын деңіз. 7 рет айтып шығайын деңіз. Ана спискін 7 рет айналдырғанда не бопты? Сол дұға қабыл болатын уақыт. Әрі сіз құлшылық етіп атсыз, әрі дұға жасап жатсыз. Сол үшін үлкен тағы бір нүкте, маңызды нүкте. Өзіңнің қажетіңді, өзіңнің дұғаңды өзің жаса. Өзің жасап үйрен. Алламен байланысыңызды үдетіңіз. Ойлаңызшы. Сол үшін айтылады ғой, көп дұғалар, түнгі намаздар, құлшылықтар, зікірлер, оқылған құрандар, барлығы ше куә. Құран-ы Кәримде айтылады. Осыған бір мысал айтылуға болады, шынымен ақ. Инна Құр'ан әл-фаджри машхуда. Осы жайындағы Құранда аят бар. Исра сүресінде болу керек, мағынасы таң намазының оқылған Құраны куәландырылады дейді. Тағы да бір мағына бар. Уабил асхарихум ястағфирун деген сөз бар. Олар, яғни Аллаға жақын адамдар, сәресі уақыттарында Алладан көп кешірім сұрайды дейді. Сәресі уақыт келіп жатыр. Алладан кешірім сұрайтын уақыттар. Дұғалар. Қадір түнінде ең көп жасалуы керек болған дұға Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афуа фаъфу анна деген дұға. Аллахым, сен көп ғафу етуші, аса жомартсың, бізді кешір деген дұға. Ең көп дұғасы. Тіпті соңғы 10 күндікте де жасалынатын көп дұғалардың бірі сол. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис барда, Алла тағала соңғы 10 күндікте кешірген кезінде есепсіз пенделерін кешіріп жатады дейді. Ойлаңызшы. Есепсіз кешіріп жатады дейді. Сонда Рамазан айында күнәсі кешірілмей қалған адам шынымен банкрот адам ғой, бейшара адам ғой. Сондай акциядан қап кеткен адам. Ендеше дұғаның өте маңызды нәрсесі. Біліп аңыз. Сіз мұқтажсыз. Үйленбедіңіз ба, перзент сұрап жүрсіз, бір жұмыс сұрап жүрсіз, денсаулығыңыз, білмеймін. Көп қой мәселелер, дұрыс па? Осы дұғаның барлығын Алла біріншіден сізді мұқтаж қылдырды. Сол мұқтаждығыңыз кімге? Аллаға екендігін білсеңіз, Аллаға мұқтаж болудың өзі ғанибет қой, білесіз ба? Бақыт. Екіншіден сол сезімді Аллаға ұсынып тұрып, Аллаға жалбарынудың өзі нүкте, және тағы бір нүкте, оны ғибадат екендігі. Сондықтан, құрметті жақсылар, өзіңнің мұқтаждығыңды, дұғаңды, дұғаны қабыл болатын уақыттарда жасау, дұғаны пайғамбарымыз үйретіп кеткендей әдемі қылып реттеп жасау, қол жаю, дәретпен қыблаға қарап тұру деген сияқты, дұғасы қабыл болатын деген салихалы адамдардан дұға сұрау, бұның барлығы өте жақсы. Бірақ жақсы жай ғана. Парыз емес, міндет емес. Бәлки мен айтпағым, өзіңіздің дұғаңызды өзіңіз жасаңыз. Сізге Аллахым берді ма? Неге сен? Мысал ойлаңызшы. Алла тағала 24/7 ашық тұр да, сіздің қолыңызда телефон бар дейік. Әшейін нөмірді басасыз, қабылданады. Единица керегі жоқ. Ешнәрсе керегі жоқ, ше. Нөмірді басу ғана қалады. Сіз сонда телефонның нөмірін басып, сен сөйлесші деп біреуге бересіз ба?
Және де бір маңызды нәрсе, осы құлшылық ғибадаттардың барлығына періштелер куә ғой. Мен куәлік туралы аятта, хадистерде аяттар бекер айтпадым. Өйткені осы куәландырылған дауыстардың, мешітке келген қадамдардың дүбірлерінің барлығы жер менен аспан халқы жаттап алады дейді. Сол үшін бір адам ауырып қалса немесе қайтыс болса, сол жер аспан оны іздейтіндігі содан. Аллахым, мына пәленшенің айтқан азаны естілмей қалды. Түнде оқылған Құраны естілмей қалды. Жасайтын дұғасы естілмей қалды, қайда деп. Аспан сұрайды. Жер сұрайтындығы содан. Сол үшін құлшылық ғибадаттың да маңыздылығы сондай. Өйткені сондай құлшылық ғибадат Алланың нұрын үймелететіні содан. Қадір түнінің ерекшелігі сонда, періштелер келеді дейді. Иә, келеді. Тағы бір нәрсе, сәләмун хия хатта матла'ил фajr. Сәләмун деген сөз қадір түнінің белгілерінің бірі. Қадір түнінің белгісінің бірі сондай екен, ерекше тыныштық табатын түн екен. Білмеймін, бір жаныңыз тып-тыныш болып қалады. Онда сезініңіз. Сол тыныштық қадір түнінің белгілерінің бірі. Өйткені ғалымдарымыз айтады, сенің ғибадатыңның қабыл болғанының белгілерінің бірі де осы жан тыныштығы дейді. Мысалы, сен дұға қылып жатсаң, ана жүрегің тыныш болады ғой. Сондай. Тіпті бір сахабадан сұрапты, сен дұға қыласың ғой, осы дұға қылғанда, дұға жасағанда қабыл болатынын сезесің ба десе, сезем деп. Қалай сезесің десе, ықыласым қатты оянып, Аллаға дұға қылған кезінде бір ерекше тыныштықты сезсем, онда анық өмірде сыналған ол дұға қабыл болып жатыр депті. Сондықтан біліңіз, осы тыныштық қадір түнінің белгілерінің бірі. Кейбір ғалымдарымыз айтады, ол тыныштықты періштелер әкеледі дейді. Өйткені періштелер орағанда жанынан шайтан қашады. Шайтан кеткеннен кейін жүрегіне тыныштық орнайды дейді. Айтпағым, құрметті жақсылар, құлшылық ғибадаттың төресі, ең биігі ол дұға. Өйткені сен сол дұға қылып атқанда сенің мұқтаждығың сезіледі, пенделігіңді біліп атсың, түсінесіз ба? Сен пенде екендігіңді алып келесің. Біліңізші, қажылықтың да ең маңыздылығы сіздің шаршап, быт-шыт болып тұрып жасаған қажылығыңыз. Өйткені қажылықта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтады, сен қажылықта жұмсаған қаражатың мен шаршаған күш қуатыңның сауабындай сауап аласың қажылықтан дейді. Сен қанша шаршап әрекет жасасаң, енді құлшылықтан өзіңді шаршату емес, әдейі бар. Құлшылық ғибадаттағы жүрген шаршағандарыңнан соның барлығы сауап дейді саған. Соншалықты саған қажылық үлкен болады, сауабы. Оны айтпағым, қажылықты бір ғалымдарымыз әдейі айтады. Анау үстіңдегі ақ киім бар ғой, киініп алған. Ол тез кір болады. Ал қажылық киімінде 4 күн сен сол ақ киімді орап жүру керексің. Үстіңе тамақ тамады, бір жерге отырып қаласың, қап-қара болады, ала болады. Сонда сұрайды біреулер, тазалықшылдар, ауыстыруға бола ма үстімдегі киімді дейді. Болады, иә. Бірақ ғалымдар айтады, ауыстырмағаның жақсы дейді. Сол жерде сенің құлдығың білінеді. Өйткені сен сондай халіңменен Алланың алдында тұрып дұға қыласың дейді. Аллахым, сен шақырдың, мен келдім. Міне үстім барлығы деп. Дұғаның да ұлылығы сол жерде. Түсінесіз ба? Дұғаның да ұлылығы сол жерде. Сен мұқтаж болып тұрсың, бір жерің ауырып тұр, бір нәрсе жетпей тұр. Сен кімсің ендеше? Пендесің, құлсың. Онда осыныңды мақтан. Сондықтан Алла тағала сізге бір нәрседе мұқтаждық қылып қойды ма, қуансайшы, мен Алламен кездесетін болдым ғой мен. Момент. Сол мұқтаждығыңды көзіңе алып, ғибадат қыласың. Міне сол үшін ғибадаттардың төресі болатындығы содан. Сен мүмкін нәпіл намаз оқисың, сен мүмкін зікір қыласың. Бірақ оны зікір қылып отқан кезінде ананы санаумен әуресін, ананы айтумен әуресін. Болды. Бірақ жүрек сезінуі қиындау болады көп адамда. Ал сондай кезде дұға
сіздің жүрегіңізді тез жинатады. Өйткені мұқтаждығың бар. Аллахым маған бер, ақша сұра, мақұл. Ақша бер, мақұл, жарайды, сұра. Бірақ сен мұқтаждығыңды кімнен сұрап жатсың? Алладан сұрап жатсың. Денсаулық берші, перзент берші, жан жарымды берші, сұрап жатсың. Ендеше сол мұқтаждығыңмен жасалынған ғибадат, сол үшін ғибадаттардың төресі болады. Сол үшін басқа ғибадаттар бұның жанында төмендеу болады. Өйткені сенің жүрегің Аллаға мұқтаждықтың себептерінен елжірейді. Қорытып айтатыным, құрметті жақсылар, адамға түрлі-түрлі уақыттар, түрлі-түрлі мезеттер келеді. Осы мезеттерде Алла тағала сізді бұйыртып, дұға жасатуға, құлшылық ғибадат жасауға, Құран оқуға, жақсы амалдар жасауға себепкер қылды ма? Қуаныңыз. Осындай соңғы 10 күндіктердің тақ түндерінің бірі, көп ғалымдар шынымен айтқан түндердің бірі осындай қадір түні екен. Ондай болса, осы түнді шамаңыз жеткенше көп-көп дұғамен, зікірмен, көп-көп құлшылықпен, намазбен, шамаңыз жеткенше бекер өткізбеуге әрекет жасаңыз. Алла разы болсын, құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін дегім келеді. Елге дұға жасауды ұмытпаңыздаршы, құрметті жақсылар. Ақпалы төкпелі дәуірдеміз. Жан жағымызда түрлі-түрлі уақиғалар болып жатыр. Біздің досымыздан дұшпанымыз көп елміз. Көздері алартып отқан не бір әртүрлі адамдар бар. Сондықтан біздің тыныштығымыз, біздің бақытымыз біреудің жүрегін жыртып атқан адамдар бар. Сол үшін айтатын, құрметті жақсылар, елдің тыныштығын, бірлігін, байлығы мен берекесін көп сұраңыз. Шаңырағыңызға береке сұраңыз. Сұрайтын нәрсе көп қой шын мәнінде. Солардың ешқайсысын қалдырмай шама жеткенше сұрап қалыңыз. Және қызығы, соны сұраған сайын құлшылықта, ғибадатта отырасыз. Алла сізге сауаптан жаза береді. Алла разы болсын.